Bir kızga kaz kelem desem qanday машина эмесин deydi го маған ақ, жар эмес. Благо есть душа, чтобы не свернуть. Ветер, что раздувает паруса. Вода по ней плыть или утонуть, задевая пальцами небеса. Благо есть душа, чтобы не свернуть. Ветер, что раздувает. Осы видеомда менің Renault Logan деген әп-әдемі машинамды одан арман әдемілеп тұрып краскілейтін боламын. Оның алдыңғы және артқы бамперлары қап-қара боялмаған. Соны кузовтың цветіне бірдей қылдырып әппаққа бояу керек. Бүгінгі видео сол туралы болмақшы. Андай болса кеттік, бастаймыз. Кенжехана келіп, краска, грунт, лак алып қойдым. Міне, біздің бұл машинаны сәндеу үшін мінерде бүкіл саймандар бар. Міне, машинаның сыртын дұрыстап көрсетіп жіберейін. Қазір қыстық дөңгелектер тұр. Бамперлар қап-қара, капоты түнге күйіп кеткен. Біздің капотты краскілемей тұрып, мына жаман красканы қырып тастау керек. Чик. Фара да мешает етеді, фарны алып тастаймыз. Номердің да дым керегі жоқ бізге. Мынау менің лифовальный кругтарым. Красканы осы арқылы қазір қырып тастаймыз. Кішкене ғана шашамыз. Крылосы әдем болып шығып жатыр. Жылтырлап жатыр міне. Өзіне қатты ұнап жатыр. Міне капотты әдемлеп краскілеп қойдым. Жылтырлап тұр. Енді бамперді краскілеймін. Краскілеп біткеніме 30 минуттай уақыт өтті. Уже кепкен сияқты. Енді қазір мына скотчты алатын боламыз. Жап-жаңа затты ашып жатқандай сезіледі екен. Ендігі кезек артқы бамперді. Артқы бамперді мен ерекше етіп бояғым келіп тұр. Тура М5-дің диффузорына ұқсайтындай қара диффузорды қалдырып кетем, боямай. Сонда осы машиналар сияқты спортивныйға ұқсап қалады кішкене. Міне мынау менің бояп болған затым. Бұл жолы компрессормен боядым. Көріп тұрғандарыңыздай өте жылтыр болып, әдем болып тұр. Енді мына қағаздарды алып тастау керек. Сонда менің идеям қалай шыққанын көретін боламыз. Лансер 9 бар ғой, соған ұқсап қалды кішкене. Енді екеуін салыстырып көрейік. Мынау боялмай тұрған кезі. Ал мынау дайын болған нәтижесі. Қалай шықты, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып қоятыңыздар. Айтыңыздар, жаңа көрсеткен М5-дан айнымай қалды, Осымен видео соңына келіп жетті. Видеоны көргендеріңізге үлкен рахмет. Қош, сау болыңыздар.